Бүгінгі сабағымызда тригонометриялық теңсіздіктерді шешудің универсал алмастыру арқылы шешетін түрін қарастырамыз. Естеріңізде болса, біз алдыңғы сабақтардың бірінде айтып өткенбіз, r рационал өрнек болатын болса, онда r косинус x, синус x, тангенс x, котангенс x, мына жерде кез келген үлкен немесе тең 0, үлкен 0, кіші немесе тең 0 түрінде теңсіздік болатын болса, онда оны біз тангенс x бөлінген 2 тең t алмастыру арқылы шешеміз дегенбіз. Ал осы әдісті біз тригонометриялық теңсіздікті шешуге қолданайық. Берілгеніне қарасақ, косинус 2x, синус 2x, тангенс x өрнегі тұр. Олай болса, бізде аргументі 2x болатын синус пен косинусты аргумент x болатын тангенске келтіруіміз керек екен. Сонымен біз мына жерге былай деп жазып алсақ болады. Косинус 2x дегеніміз 1 плюс тангенс квадрат x, себебі 2x-тің жартысы x болады. Жарты аргумент арқылы мына формуламен жазсақ. Ал алымында 1 минус тангенс квадрат x болады. Егер де біз тангенс x-ті қандай да бір t әріпімен белгілеп қойсақ, онда мына жерде 1 плюс t квадрат 1 минус t квадрат деген өрнек шығады. Ал енді синус x-ті белгілесек 2x-ті аргумент тангенстің жарты аргументімен жазсақ, ол былай болады. 1 плюс тангенс квадрат x, яғни 2x-тің жартысы x, 2 тангенс x дейміз. Онда 2t бөлінген 1 плюс t квадрат түрінде жазылады. Енді осылардың бәрін апарып, орнына қояйық. Сонда не болады? 2 косинус 2x-тің орнына біз 1 минус t квадрат, 1 плюс t квадрат өрнегін қоямыз. Плюс синус x-тің орнына 2t, 1 плюс t квадрат деп қоямыз. Үлкен тангенс x-тің орнына t деп қояйық. Себебі біз тангенс x-ті t деп белгілеп жатырмыз. Сонымен t-ны теңдіктің оң жағынан сол жағына қарай өткізейік. Бірден өткізейікті ортақ бөлімге келтіре берейік. Минус t деп, үлкен 0 деп жазайық. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, ортақ бөлімі 1 плюс t квадрат екенін көріп тұрмыз. 1 плюс t квадрат. Олай болса, бөлшектің бөлімі ортақ бөлім болса, онда алымында тұрған өрнектің өзін жазамыз. Ал 2 бөлшекке көбейтіліп тұрғандықтан, оны бөлшектің алымындағы тұрған өрнектерге көбейтеміз. Сонда 2-ні 1-ге көбейтсек 2, минус 2-ні t квадратқа көбейтсек 2t квадрат болады. Плюс бөлшектің бөлімі ретінде 1 плюс t квадрат алынып тұрғандықтан, алымындағы тұрған өрнектің өзі жазылады. Минус, енді t-ның бөлімінде 1, олай болса, оның толықтауыш көбейткіші ретінде 1 плюс t квадрат жазылады. Енді толықтауыш көбейткішке жаңағы t-ны көбейтеміз. Сонда бізде минус t-ны 1-ге көбейтсек t болады, минус t. Минус t-ны t квадратқа көбейтсек t көп болады, үлкен 0-ден. Енді мына теңсіздікке қарасақ, бөлшек рационал теңсіздік шықты. Бөлшек рационал теңсіздікті шешудің көбейткіштерге жіктеп барып, интервалдарға салу әдісін білеміз. Ал бөлшектің бөліміне назар аударсақ, t квадрат плюс 1 тұр. t-ның кез келген теріс емес мәнінде квадраттасақ, ол оң сан болады. Себебі теріс санды квадраттасақ та оң сан, 0-ді квадраттасақ та 0, оң санды квадраттасақ та оң сан. Ал ол шыққан санға оң санды қоссақ, нәтижесінде оң сан шығады. Яғни мына бөлшектің бөлімінде оң сан шығатын өрнек тұрғанын көреміз. Бөлшектің нәтижесі оң болу үшін алымында тұрған өрнекте оң болу керек. Яғни біз төменгі сыныптан білеміз, оң санды оң санға бөлсек, нәтижесінде оң сан шығады. Сонымен біз ұқсас мүшесін біріктіріп алайық. Минус t куб, минус 2t квадрат, ал плюс 2t минус t. Әртүрлі таңбалы болғандықтан азайтамыз да, плюс t дейміз. Одан кейін плюс 2 болады екен, үлкен 0-ден деп жазамыз. Енді топтау тәсіліне салып жіберетін болсақ, алғашқы екеуінен минус t квадратты жақша сыртына шығарсақ, минус t квадратты жақша сыртына шығаратын болсақ, t плюс 2 қалады екен. T плюс 2 болады екен, плюс
т плюс 2-нің өзін жазып қойып, үлкен 0-ден дейік. Енді т плюс 2, т плюс 2 ортақ көбейткіш болғандықтан жақша сыртына шығарып жіберейік. Т плюс 2-ні жақшаның ішінде 1 немесе минус т квадрат плюс 1 деп жазайық. Минус т квадрат плюс 1 үлкен 0-ден. Енді мына жақшаның ішіндегі минусты жақшаның сыртына шығарып, теңсіздіктің екі жағында минус 1-ге бөліп жіберсек, онда біздің мына таңбамыз керісінше ауысып жазылады. Сонымен минусты жақша сыртына шығардық, онда т квадрат минус 1 болады. Оны бөлдік, сонда мынандай өрнек шығады екен. Т плюс 2, т квадрат минус 1. Т квадрат минус 1 кіші 0 болып ауысады. Себебі біз минус 1-ге бөлгенде теңсіздік таңбасы ауысу керек. Енді т квадрат минус 1-ден қысқаша көбейту формуласы бойынша жіктеп жіберсек, т минус 1, т плюс 1 деген өрнек шығады. Интервалдар әдісіне саламыз. Ол үшін әрбір көбейткіштің нөлін анықтап аламыз. Нөлі минус 2, 1 және минус 1 болады. Осы 3 санты жөнінде кескіндейік. Ең бірінші минус 2-ні, одан кейін минус 2-ні, минус 1-ді, сосын 1-ді. Ешқайсысы да жиынға кірмейді, ашудың күлік түрінде болады. Және жақшадан кейін 1-ден т айнымалысы жазылып тұр. Оң жақтағы таңба плюс, одан кейін минус, одан кейін плюс, одан кейін минус болады. Ал бізге керегі осылардың ішінде минус таңбалары кіші 0-ден болғандықтан минус таңбалы аралықтарды бояймыз. Сонда біздің т айнымалымыз минус 2-ден кіші болып тұр, және минус 1 мен плюс 1-дің аралығында жатыр. Бірінші жағдай дейік, т кіші болып тұр минус 2-ден. Енді т-ның орнына өзіміз бағана белгілеген тангенсті қоятын болсақ, тангенс x кіші минус 2 болар еді. Тангенс x кіші минус 2 болса, онда оның теңсіздігін шешуді біз білеміз. Бұлай деп шешетінбіз. Мінеки, минус пи бөлінген 2, айталық минус 2 бұлай жатыр десек, онда кіші болған кезде, мына жерде арк тангенс минус 2 жатса, кіші болса, онда осы төменгі бөлікте, мына жерде жатады. Сонда теңсіздіктің шешімдер жиыны осы жағдайда минус пи бөлінген 2 плюс пи n-нан минус арк тангенс 2, минусты жақшаның алдына қарай, арк тангенстің алдына қарай шығарып жібереміз, себебі ол тақ функция, плюс пи n болады. Бұндағы n-іміз значение деп аламыз. Ал екінші жағдайда т-ның мәні минус 1 мен плюс 1-дің арасында жатыр. Минус 1 мен 1-дің арасында жатыр. Т-ның орнына өзіміз бағанағы белгілеген жаңа айнымалын енгізсек, минус 1 мен тангенс x-ін 1-дің арасында жатыр дейміз. Бұл теңсіздікті қанағаттандыратын аралығымыз. Минус 1, минус пи бөлінген 2 жатыр десек, мына жерде минус 1 болатын нүкте, ол минус пи бөлінген 4 болады. Ал плюс 1 болатын нүкте, ол бізде пи бөлінген 4 болады. Осы екеуінің арасында жатыр десек, біздің жататын нүктелер аралығы осы болады екен. Сонда x-тің қай аралықта жататынына жауап беру үшін минус пи бөлінген 4-тен минус пи бөлінген 4 плюс пи n-нан пи-дан дейік, пи бөлінген 4 плюс пи-ға дейінгі аралыққа тиісті болады дейміз. Бұндағы к значениенан алынған. Сонымен берілген теңсіздіктің шешімдер жиыны мына бірінші жағдайда да, екінші жағдайда екеуінің бірігуі болып табылады.